9 қазан дүниежүзілік пошта күні. Бүгінгі таңда хаттар мен басылымдарда жеткізумен ғана емес, сан алуан қызмет түрін ұсынатын пошташылар өздерінің кәсіби мерекесін атап өтуде. Бүгін облыстық филиалда ашық есік күні өтіп, сұрақ-жауап сайысы ұйымдастырылды. Барлық қатысушылар Қазпошта акционерлік қоғамы және демеушілер атынан сыйлықтарға ие болды. Пошта ел мен елді, қалалар мен қалаларды бір-бірінен жарақта жүрген жандарды байланыстырып қана қоймай, халық үшін тағы басқа көптеген қызмет түрін көрсетеді. Қазпошта акционерлік қоғамының облыстық филиалына биыл 22 жыл. Заман талабына сай жылдамдылық, ыңғайлылық, қолжетімділік бұл салада да орын алған. Қызмет түрі деген бізде өте көп. Бізде коммуналдықтарын төлейді, сосын налогтарды төлейді. Бізде өте көп клиенттеріміз. Сосын переводтар енді жаңағы айтқан сәлем теңге бар бізде, содан кейін бізде бар международный переводы, Western Union деген бар, содан кейін Unistream бар, Unistream 2% Қазақстаннан қайда болса да жіберуге болады. Ашық есік күні Қазпошта филиалында әдеттегідей адам көп болды. Тұрақты клиенттер мен басылымдарға жазылушылар арасында мұнда сұрақ-жауап сайысы ұйымдастырылды. Қатысушылардың барлығы демеушілердің атынан сыйлықтарға ие болды. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының маманы Құралай Абылина пошта қызметін үнемі пайдаланатындардың қатарында. Мерекеге орай сыйлыққа ол да ие болды. Қазпошта бүгінгі күні заманауи талапқа сай жабдықталған. Барлық мерзімді баспасөз құралдары уақытында келеді. Жазылу бөлімінде отырған мамандар сыпайы, үнемі жылы ықыласпен қарсы алады. Мамандардың жұмысты жедел орындауы, техникалық сауаттылығы ерекше атып өткім келеді. Бізге Қазпоштамен жұмыс істеген ұнайды. Отырыс барысында қалалық басылымдарға жарты жылға тегін жазылуға мүмкіндік беретін сертификаттар, кеңсе тауарлар мен косметик ойнатылды. Сонымен қатар Қазпошта филиалында бүгіннен бастап сәтті аударылым акциясы бастау алды. Сәлем теңге ақша аударымы бойынша қаражатты жіберген әрбір 50-ші клиент үшін бұл қызмет тегін болады. Акция 25 желтоқсанға дейін жалғасады. Әсел Оразбаева, Юрий Исхақов, ақпарат.